Бүгінгі тақырып геоақпараттық жүйелер технологиясын қолдану аясы. Алдымен геоақпараттық жүйеге тоқталмас бұрын, жалпы геоинформатика ұғымына анықтама беріп алайық. Геоинформатиканың зерттеу нысаны бұл табиғи және әлеуметтік экономикалық геожүйелердің құрылымымен байланысы. Геоинформатика қолданатын негізгі құралдар мен әдістер бұл уақыт және кеңістіктегі қызметін компьютерлік модельдеу және картографияны қолдану арқылы зерттеу жүргізетін географияның бір саласы. Енді геоақпараттық жүйелер дегеніміз не? Ол әр түрлі ақпарат, яғни сандық және мәтіндік ақпарат, карталар, мәтін блоктары, кестелер, графиктер мен диаграммалар, суреттер мен бейнефильмдер, түгел жинақталған компьютерлік ақпараттық база. Бүгінде гаш адам өмірінің және барлық шаруашылық салаларының ажырамас бір бөлігі болып табылады. Енді ақпараттан дайын шешімге дейінгі негізгі алгоритмдері. Бірінші қадамы ол мәліметтерді жинақтау, яғни әртүрлі жер серігінің ғарыштық түсірілімдері арқылы немесе аэрофото түсірілім арқылы, қашықтан зерттеу әдістерінің бірі аэрофото түсірілім арқылы әртүрлі ақпараттар банкіне деректерді сақтау. Одан кейін берілген мәліметті өңдеу, одан әртүрлі карталар және есеп жасап, оны қолдану. Қала құрылысына, ауыл шаруашылығына, жарамды жерлерге анықтауда және табиғи ресурстарды игеруде қолдану. Жалпы геоақпараттық жүйелердің қажеттілігі әртүрлі салада көрініс табады. Мысалға, ауыл шаруашылығын алатын болсақ, ауыл шаруашылығы мамандарына климат пен ауа райының, топырақ құрамының, ол жердің сумен қамтамасыз етілуін анықтау үшін міндетті түрде осы геоақпараттық жүйелердегі ақпараттар қажет. Немесе машина өнеркәсібін ұйымдастыру үшін осы саладағы адамдарға жалпы механизмдердің жұмыс істеу жағдайы, белгілі бір машина механизмдерінің белгілі бір жердегі ауа райына байланысты, климатына байланысты жұмыс істеу механизмдерінің жағдайын анықтау қажет. Немесе құрылысты алатын болсақ, яғни жергілікті жердің геологиялық құрылымы қажет құрылысшыларға. Ал саудамен айналысатын адамдарға осы белгілі бір жердегі өңделу аймақтарына қажет және оларды өткізу нарығы қажет. Яғни қарап отырсаңыз, геоақпараттық базадағы ақпараттар әртүрлі саланың мамандарына қажет. Ешбір іс-әрекет түрі нақты географиялық білімсіз және жаңа талаптарсыз жүзеге аспайды екен. Енді дәстүрлі жүйелер бар, ақпараттық жинаудың және заманауи жүйелер бар. Дәстүрлі ақпарат көздеріне, мысалы, оқулықтар мен анықтамалар, тақырыптық карталар мен атластар, статистикалық мәліметтер, ғылыми зерттеулер мен дерек көздер жатса, заманауи жүйелерге геоақпараттық жүйелер, компьютерлік модельдеу, интернет ресурстар, бұқаралық ақпарат құралдары жатады екен. Тұтынушы халыққа заманауи географиялық білімді жеткізу және картографиялық сауаттылықты дамыту басты мақсатты. Бұл кешенді ақпараттық ортаны. Енді 2010 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне қарасты География институты картографиялық сауаттылықты дамыту үшін арнайы іргелі еңбек шығарды. Ол 3 томдық Қазақстан Республикасының ұлттық атласы деген еңбек. Бұл еліміздің табиғаты, экономикасы және экологиясы туралы ең толық жүйелі әр ғылыми негізделген кеңістіктік мәліметтер жиынтығы. Бұл атлас 3 томнан тұрады. Оның бірінші томы табиғат жағдайлары мен ресурстарына арналса, екінші томы әлеуметтік экономикалық дамуға, үшінші томы қоршаған орта және экология салаларына арналған. Енді картографияда кеңістікті танудың ғылыми негізі. Ол теорияны, әдістемені және техникалық тәсілдерді қамтитын іргелі ғылым картография. Оның негізгі туындылар ол географиялық карталар, атластар және глобус.
және де кеңістікті дәл өлшеу, координаталар, арақашықтық, ұзындық, биіктік пайдалану арқылы біз жаңа карталарды қолдану арқылы зерттеулер жүргізе алады екенбіз. Енді келесі үлкен туынды бұл Қазақ КСР энциклопедиясы. Бұл энциклопедия негізі 4 томнан тұрады. Сол энциклопедияның екінші томы осы табиғат пен экономика, яғни Қазақстанның толық географиялық бейнесі берілген осы Қазақ КСР энциклопедиясының екінші томында, яғни Қазақстанның жер бедері, геологиялық құрылымы, пайдалы қазбалары, климаты, гидрографиясы, топырақ жамылғысы, жануарлар дүниесі, өсімдіктер дүниесі, табиғатты қорғау шаралары, халық және елді мекендер туралы толық ақпараттар берілген. Одан кейін жаңағы географиялық атаулардың мемлекеттік каталогы деген каталог бар. 16 томнан тұратын. Ол әр облысқа арнап бір томнан құрастырылған каталог. Енді мынау Қарағанды мен Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы мен Шығыс Қазақстан облысы көлемі өте ауқымды болғандықтан, бұл екі облыстарға екі томнан, Қазақстанның қалған облыстарына бір томнан арнаған үлкен каталог бар. Есте сақтаймыз, 16 томнан тұратын каталог бар. Енді бұл каталогты құрастырған кімдер? Бұл ұлттық картографиялық қор, жер ресурстарын басқару агенттігі және білім ғылым министрлігіне қарасты география институты. Бекітуші бұл Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы ономастикалық комиссия. Ал міндетті қолданушылар бұл заң шығарушы және орындаушы органдар, министрліктер мен ведомстволар, заңды және физикалық тұрғындар. Енді мынау географиялық ақпараттың дәстүрлі форматтары, мысалға дәстүрлі форматтарына салыстырмалы анализ жасайтын болсақ, әртүрлі сипаттамалар мен анықтамалар, бұлар кітап түрінде шығарылады көбіне. Кешенді немесе салалық болады. Артықшылығы бұлар тұрақты жүйеленген базалық ақпарат. Ал ғылыми журналдар, бұлар мерзімдік ведомстволық басылымдар. Бұнда географиялық зерттеулердің ең жаңа нәтижелері беріледі, жылдам жеткізіледі, бірақ материалдарды іздеу үшін интернет ресурстарды қажет етеді екен. Енді мынау кеңістіктік деректерді қолданудың негізгі шарты терминдер мен ұғымдардың мәнін түсіну, одан кейін табиғи нысандар мен үдерістердің хабардар болу және нақты ақпаратты тиімді пайдалану. Кез келген ақпарат көзін, мысалы атлас, мәліметтер банкі, интернет қолданушының базалық географиялық сауаттылығы болуы шарт екен. Енді мына гажға тоқталатын болсақ, кәсіпорындағы мәліметтер базасындағы 60% ақпарат осы ақпараттың кеңістіктік құрамдас бөлігі, бизнес үдерісін жетілдіретін заманауи технология болып табылады гаж. Ал адам өзінің қызметіне кеңістіктің 70%-ын, кеңістіктік байлама 70% құрайтын бар ақпаратты тікелей немесе жанама түрде пайдаланады. Мысалы, күнделікті біз тугисті де пайдаланамыз, яғни адам өзінің қызметінде осы гаждың 70%-ға жуық ақпаратын пайдаланады екен. Енді газ технологиясына тәуелді негізгі салалар өте көп екен. Ол мұнай газ секторы, денсаулық сақтау, қайсысын алсаңыз, күш ведомстволары, банк саласы, ауыл шаруашылығы, әкімшілік аумақтар, міне телекоммуникация және инженерлік коммуникация, бұлардың барлығы осы газ технологиясына тәуелді салалар екен. Геоақпараттық жүйелер бұл салаларда басқару және дұрыс шешім қабылдаудың ажырамас құралы екен. Енді геоақпараттық жүйелердің шешуші қызметтері: бірінші, кеңістікті дәл анықтау, яғни нысанның нақты орналасқан жерін бекіту. Екінші, ақпараттық жиынтығын бейнелеу, яғни нақты шешім қабылдау үшін мәліметтер түрлі форматты визуалдау. Одан кейін жұмыстарды жоспарлау, яғни жөндеу және қайта қалпына келтіру үдерістерін ұйымдастыру. Бақылау және мониторинг, яғни экологиялық жағдайды және табиғи ресурстарды қадағалау және инфрақұрылымды дамыту, яғни қоғамдық және әлеуметтік нысандардың дамуын стратегиялық жоспарлау.